Үшінші серия. 10 дней назад. Лэнгстон өзінің адамдарымен Франсты ұруда. Одан ақпарат біліп алмақшы. Бірақ Франс ештеңе айтпайды. Керісінше Лэнгстонның бетіне түкіріп жібереді. Лэнгстон болса ашуланады. Дайындаңдар мұнаны деп қалады. Кейін Франсты тікұшақтың ішінде байлап қойып, тағы да сұраққа тартады. Сонда Франс күледі. Лэнгстон болса неге күлесің деп сұрайды. Франс болса, сені елестетіп кеттім. Бугай сені тауып алса, не болады екен деп күледі. Артынан Лэнгстон, Бугай деген кім өзі деп сұрайды. Джек Ричард болса дүкенге барып, өзіне неше түрлі қару сатып алады. Содан кейін көлікке отырады. Өзінің достарына бір қарудан береді. Осылай кетіп бара жатқанда, оларды полиция қызметкерлері тоқтатады. Бір қызметкер келіп, мына төртеуіне қарайды да, қазір келем, кетпеңіздер дейді. Бір кезде әлгі тергеуші Гайтано Руссо келеді. Ол Ричардге шық деп қалады. Осы кезде Ричардмен бірге Дэвид Доннеллді еріп барам деп тұрып алады. Ал мына қыздар болса көлік тұрағының басшысына аттанады. Жаңа ғасыр деген фирма екен. Жолда Гайтано Руссо екеуіне қарап бәрін білетінін айтады. Мен ақымақ деп санамаңдар дейді. Диксон мен Нили екеуі жаңа ғасыр фирмасына келеді. Марла Бьорн деген қызметкер әйел келеді. Мұна екеу болса жаңағы көлік тұрағындағы рұқсатнама қағазын көрсетеді. Осыны сіздерден алып еді. Біздің достарымыз жоқ, олар өлді. Күдікті деген кісінің рұқсатнамасын алып келдік. Оның кім екенін және мекен жайын бере аласыз ба деп көмек сұрайды. Әлгі Марла болса жақсы, қазір қарап келейін дейді. Гайтано болса мына екеуін жеке бөлмеге кіргізеді. Сендерді қамап тастар едім. Алайда біздердің мақсаттарымыз бір. Бәріміз сол қылмыскерлерді іздеудеміз. 110-шы бөлімшенің адамдары өлуде. Не болып жатыр? Айтыңыздар дейді. Ричард болса біз соны білгіміз келіп жүр дейді. Марла болса әлгі екеуіне мекен жайды әкеп береді. Тревор Сарапьян деген кісінің атында жазылған дейді. Әр жақта Гайтано өзінің бір күдіктілерді тауылған айтады. Азаи Махмуд деген есіммен жүр екен. Сол кезде Ричарды әлгі тізімдегі есімдерді көрсетеді. Осыны біліп келіңізші дейді. Гайтано болса шығып кетеді. Дэвид болса мынау іс тым қауіпті болып барады дейді. Осы кезде олар әскерде болған жағдайды еске алады. Бардың қасында кісіні атып тастап та, соны Ричард, Дэвид бәрі қарап тұр. Қалай өлді деп зерттейді. Осы кезде Ричардың әріптесі көлігімен келеді. Есімі Филс. Бәрі оған тұрып есеп береді екен. Нили мен Диксон екеуі қағаздарды қарап сандарды зерттеп отыр. Диксон бірдеңе тапқандай болады. Бұл жерде 7 парақша. Әрбірінде 27 немесе 28 деген сандар тұр. Осылай аяқталады. Бұл нені білдіреді? Менің ойымша ай мен күндердің белгісі дейді. Әр жақта Гайтано келіп есімдерді қарап шыққан айтады. Біреуі Александр деген кісі билет сатып алып келе жатыр. Бүгін оны ұстап аламыз дейді. Әуежайға басты күдіктіміз Андре келеді. Бұл жерде оны қызметкерлер күтіп жүр еді. Соны мынау түсініп қояды да тез арада қашып кетеді. Жолда ол Лэнгстонға қоңырау шалады. Қысқасы, мені олар тауып алды. Әуежайды күтіп жүр екен дейді. Сондықтан мен сізге кешіріктеу келемін деп қалады. Сонда Лэнгстон, сен қалай келесің? Қайда тығыласың дейді. Андре жолда өзіне ұқсайтын бір хирургтың суретін көріп, мен уайымдамаңыз дейді. Әлгі төртеу болса Марла берген мекен жайды интернеттен қарайды. Жер үй екен. Ол үйде адамдар бар ма жоқ па екенін білу үшін Ричард маңайдағы көрші кемпірдің үйіне қоңырау шалады. Кешіріңіз, мен сіздің көршіңіздің құжатын тауып алдым. Бірақ та ол сонда тұра ма, тұрмай ма екенін білейін деп едім. Бетінде жарасы бар жігіт еді дейді. Сонда кемпір, иә, оның есімі Тревор деп қалады. Енді бұл төртеуі алдыменен дүкенге кіріп алып, сосын сол үйге түнделетіп барады. Бірінші ішке жарылғыш зат лақтырып тексеріп алады. Бір адам жанып атып шығады. Одан кейін бұлар ішке кіріп, іштегі бандиттармен атысады. Біреулермен төбелесіп ақыры бәрін жеңеді. Алайда ешқайсында ешқандай құжаттар жоқ дейді. Бір кезде олар даладан бір көліктің жарық қосып қашып бара жатқанын көреді. Ричард жетіп алады. Әлгі ішіндегі кісі толық еді, жүрегі қысып сыртқа шығады. Ештеңе айтпастан солай инфаркт алып көз жұмады. Есімі Коллинс екен. Ричард кетіп бара жатып әлгі көрші кемпірмен амандасады. Олар қайтадан қонақ үйлеріне келеді. Осы кезде Гайтано Руссо жетіп келеді.
Сендер не бүлдіріп жүрсіңдер дейді. Ол Рейчер мен қалғандарына қатты ескерту айтады. Болды енді. Әзірше тынышталып отырыңыздар. Мен сендердің арттарыңызды жаба алмай үлгере алмай жүрмін дейді. Сосын ол кетіп қалады. Қайдам, мыналардың тыңдайтын түрі жоқ. Бірден сыртқа шығып, көлікке мініп алып, маска киіп, бағанағы жаңа ғасыр деген ғимараттың ішіне кіріп кетеді. Сосын сондағы бүкіл құжаттарды, жеке іс-қағаздарды алып кетеді. Кейін бәрі қайтып келеді. Осы кезде Рейчер мен Диксон құжаттардың арасынан ұжымның түскен суретін көреді. Ортада Лэнгстон, ал олардың арасында Слоун тұр екен. Мыналар таңғалады. Осымен 3-ші сериясы бітеді. 4-ші сериясы. Кейін олар кафеде отырып, осы құжаттардың бәрін қарайды. Рейчер қайта Слоунды қорғаштап отыр, бірақ қалған үшеуі Слоунның сатқын екенін мәлімдейді. Құжаттар арасында олар қызметтің атауын табады. Бәрі қорғау қызметінде жұмыс істейді. Бастығы бағанағы Лэнгстон, араларында әлгі толық Коллинста бар екен. Нейле болса Марла Бёрнста күдікті. Ол әдейі бізге осы мекен жайды берді деп қалады. Кейін ол құжаттарды ақтарып, Слоун мен Марланың хат жазысқанын біліп алады. Олар музыка туралы сөйлесті, бірақ бұл құпия сөздер сияқты дейді. Себебі Слоун жазбасында ұнатпайтын нәрсені жақсы көрем депті. Сонымен қатар Хендрикстің 6-шы әнін ұнатам депті. Диксон болса 6-шы әні кіші қанат деп аталады дейді. Сол кезде Рейчер түсініп, кіші қанат деген компания бар. Олар әскери база үшін әртүрлі эксперименттер жасапты дейді. Сенатор болса осы проектті іске асыру үшін дауыс жинауым керек деген екен. Ол үшін олар жаңа ғасыр фирмасына сеніп отыр. Сонда Дэвид Доннелл, мен оны білемін, Вашингтонда оны флюгер деп атайды дейді. Егер қаласаңдар, мен оны қысып сұраққа тарта аламын. Менің әдісім сондай ғой, шантаж жасаудан шебермін дейді. Рейчерге қарап, маған уақыт бер. Мен қазір таныстарыма қоңырау шалып, сенатордың кеңесшісі туралы біліп алайын дейді. Кейін Ниле әлі де Слоунның сатқын болуы мүмкін екенін айтады. Бөлімшеде болған бір жағдайды еске салады. Ол жерде бәрі қызметте жүргенде олар есірткілерді жинап әкелген. Алайда арасында біреу жетпей тұрады. Сонда жігіттер, біз есірткілерді Слоунның көлігінде әкелдік дейді. Рейчер болса ендеше көлікті тексерейік дейді. Олар бәрі көлікті тексеріп, әлгі жетпей тұрған есірткіні тауылады. Слоун болса, бұл менің қателігім, байқамай түсіп қалған ғой. Менен сендерге асқа тапсырма деп қалады. Кейін еске алып біткен соң олар далаға шығады. Андре болса хирургқа келіпті. Ақыры оны өлтіріп тастайды. Мануэль деген хирург екен. Дэвид болса әлгі кеңесшіні тауып алады. Есімі Дэниел Бой деген. Оның әлсіздігі қыздар, әйелдер дейді. Қазір кеңесші болып жүр. Алайда кезінде сабағыда практикасы да нашар болды дейді. Бір кезде Рейчерге Гайтаны қоңырау шалады. Ол ашуланады. Мен сендерге тыныш отырыңыздар дедім. Ал сендер офистің бытшытын шығарыпсыңдар ғой дейді. Рейчер болса, бір жұмыс бар. Мен саған қызметкерлердің тізімін беремін. Соны қарашы, біз Бостонға барамыз дейді. Рейчер мен Доннелл екеуі әлгі есірткі қолданушыларға барады, тағы да ұрып қаруларын шамалы есірткі алып кетеді. Ал енді Диксон мен Нил екеуі әлгі Марланың үйіне келеді. Бірақ үйінде ешкім жоқ екен, қайта бір сөмке ақша қалдырып кетіпті. Кешке концерт болу керек. Бостонда Рейчер мен Доннелл екеуі киініп алады. Артынан Нил мен Диксон да киініп шығады. Диксон болса әдейі Дэниелдің қасына келеді. Басым қатып кетті, менің орным қайда дейді. Сонда Дэниел, негізі әр жақта, бірақ сіз осында отыруға лайықсыз. Менің қасымда отырыңыз, ешкім ештеңе демейді дейді. Осылай бірінші қақпан орындалды. Сырт жақта Рейчер мен Дэвид екеуі кафеде сандарды қарап отыр, әлі шеше алмай отыр. Бір кезде концерттен далаға Дэниел мен Диксон шығады. Олар көлікке барып отырады. Сол кезде Диксон есірткі алып шығады да соны көрейік дейді. Дэниел болса бірінші дәмін көреді. Сол кезде тура бізге таныс Оскар Финли келеді. Менімен бірге жүріңіз дейді. Ол Дэниелді бөлімшеге алып келеді. Финли болса, сенімен арнайы агенттер сөйлеспекші. Олардың сұрақтарына жауап беріңіз. Сол кезде сізді босатам дейді. Бір кезде өтірік агенттер сияқты Рейчер мен Доннелл келеді. Олар сұрақтар қояды. Кішкентай қанат туралы айт дейді. Сонда Дэниел, ол арнайы жасалған ауадағы қару дейді.
бұл құпия сөз кез келген нысанадағы затқа тура барып тиеді деп қалады. Бұған бізге көмекші болған Жаңа ғасыр компаниясы дейді. Кейін әңгіме барысында Жаңа ғасыр компаниясының 2 филиалы бар екен айтады. Біреуі Вашингтонда болса, екіншісі ешкім білмейтін Денгер қаласында дейді. Рейчер мен Доннелл екеуі жауаптарын алған соң сыртқа шығып кетеді. Рейчер сосын Оскар Финлиге келген үшін рахмет айтады. Финли болса әлі де полиция қызметкері болып жүр екен, сонымен қатар қолындағы жүзігін шешпепті. Бір кезде Ниле келеді. Финли болса керемет болып кетіпсің ғой дейді. Кейін Оскар көмек керек болса хабарлас деп Рейчермен қоштасады. Артынан мына төртеуі кетіп бара жатып, жолда тамақтанбақшы болады. Енді бір асханаға тоқтап еді, бірнеше бандиттар мотомен жетіп келіпті. Олар мына төртеуінен қаруларын алып қояды. Сонда Рейчер, бүгін сендер өлесіңдер ақымақтар дейді. Осылайша Рейчер бәрі бұл бандиттармен төбелесіп кетеді. Төртеуі болса әлгілерді шашып тастайды. Сосын Рейчер бандиттардың бастығынан телефон алып, әлгі соңғы нөмірге Лэнгстонға қоңырау шалады. Кімді жіберсең де бәрі өледі дейді. Лэнгстон болса, сені жеңу қиын, мүмкін келісім жасаймыз. Не қалайсың дейді. Сонда Рейчер, сені тікұшақтан лақтырып жібергім келеді деп қалады. Осылайша 4-ші сериясы бітеді.